Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай керемет тойымды тез жасалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқа, қызанақ, ұн, ірімшік, майонез, кетчуп және колбаса қажет болады. Колбасамызды осылай турап, ортасынан 2-ге бөлеміз. Қызанағымыздың шетін алып тастап, бұны да домалақтап тураймыз. Сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Салмасына келетін болсақ, 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз қосамыз. Және 2 ас қасық майонезімізді қосылып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін 3 қасық ұнымызды толтырып салып араластырып аламыз. Қоюлығы осындай болады. Ал енді тапамызға май құйып, қызғанша күтеміз. Қызған майымызға массамызды саламыз және де біркелкі етіп жағып шығамыз. Үстіне кетчупымызды салып, бұны да біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан кейін бетіне колбасамызды саламыз, немесе өзіңіз қалағандай тек қызанақ қойып жасаймын десеңіз де өз еркіңіз, немесе қазы, сосиска салуға болады. Одан кейін қызанағымызды саламыз. Қызанақты салып болғаннан кейін бетіне ірімшікті сеуіп шығамыз. Ірімшік ерігенше орташа отта пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де ұнаса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш.